Әр адамның бостандығы, ар-намысы және қауіпсіздігі заңмен қорғалған. Бірақ өмірде әрдайым бәрі бірдей әділ бола бермейді. Бұл әрекет адамның қадір-қасиетіне нұқсан келтіреді. Жасөспірімнің құқықтарын кім қорғайды? Ол не істеуі керек? Әр адамның бостандығы мен қауіпсіздігіне ешкім қол сұға алмайды. Бірақ бала қауіпсіздігін қалай қамтамасыз ете алады? Әр адамның жеке меншігіне қол сұғылмауы тиіс. Бірақ бала өз құқығын бұл жерде қалай қорғайды? Адамның ар-намысы, қауіпсіздігі және құқықтары Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалған. Егер сіз құқықтарыңыз бұзылған жағдайға тап болсаңыз, заңға жүгініңіз.